Қалдарыңыз қалай, қазақ елі, жағдайларыңыз жақсы ма? Қараңыздаршы, тағы да бір әділетсіздік қоғамда. Қалай күйінбейсің, я? Құдай сақтасын. Егер де күйеуі қайтыс болса, әйел оны жылдап жоқтайды. Жылдап жоқтамақ түгілі бала шағасы бар кейбір әйел ата-енесінің үйінде қалады. Әй, осы қара шаңырақта күйеуім жүрді ғой. Осылардың көзі ғой, бала шағасын алып ата-анасын қансыратып кетпейінші деп қаншама әйел өзінің ата-енесінің қолында қалады. Әйтпесе оған не бар? Оларды бағып, шай тамағын беріп, мысалы да. Қандай әділетсіз мысалы да. Мен шындығын айтып жатырмын да, ренжімеңіздер. О, конечно, шай тамақ беру қиын емес, негізі деймін да. Ал әйел адам өмірден озса, күйеулері азақ уақыттың ішінде жылы өтпей жатып үйленіп жатыр. Бұл қаншалықты әділетті? Мәселе оның үйленіп отбасын құрып бақытты болып кеттін көре алмауында емес. Мәселе ол адамның әруағын сыйламады. Бір одан қалған қанша қаражат па, мүлік па, бір бәлелер бар екен ғой. Осы заттарды емденіп алып, таптаншыл өмір сүріп кеткен. Неге? Оның қандай құқығы бар ол заттарды емденуге? Егер сен ол әйелді бала күнінен бақпадың, сен дұрыс па? Сенің еңбегіңсің бе? Оның ата-анасы бақты. Сенің қолыңа әп-әдемі аққу құсты ата-анасы толыққанды жетілдіріп қондырып берді. Демек, ата-анасының құқығы бар ол заттарды алып қалуға. Ақыр ол ақшаны басқа әйелге шашатын ойың бар ма? Мен кеше марқұм болған келіншектің анасының үндеуін көрдім. Толықтай келсем, тіпті алдарынан өтпеген. Бұл деген ұят қой. Бізде дегенің жоқтап, жылдап жүрмек түгілі әйелдер біраз жылдан кейін өзінің бағын кездестіріп жатса да, ата-енесінің алдынан өтіп батасын алмайынша тыныштық таппайды. Қоғамның әйел мен ер адамға деген әділеттілігі қайда? Біздер әбден басындырып жібергенбіз ғой. Ойбай еркек, еркек деп. Барлық ер адам бірдей демеймін. Өтте жаңағы қалай айтсам екен, иманы мықты, білімі мықты, ойлау қабілеті түзу ер азаматтар бар. Ол кісілерге мен всегда Алла разы болсын деймін. Ол кісілерге сөзім де жоқ. Бірақ осындай сана сезімі төмен, құдықтың төмен жағынан алып шығудың өзі қиын ер азаматтарға не істеуге болады, айтыңыздаршы. Қай жері әділеттілік? Вот таныстарыңыз бар ма сондай? Шынымен айтыңыздаршы, әйел деген жылдап жоқтайды. Еще ол барлық дүние мүлік болсын, жаңағы ақша болсын, өзімен алып кететкен. Так нельзя, ата-анасына қайтарылсын. Бұл өте дұрыс емес дүние. Әруақты сыйлау керек. Әруақтың да көз жасы мен дұғасы бар, достар.